Салабеков Әуезхан Көсембекұлы 1957 жылы Жамбыл облысы Талас ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. 1965 жылы 1975 жылы аралығында Ақкөл орта мектебін бітіріп, 1975 жылы Шымкент қаласындағы Әл-Фараби атындағы Шымкент педагогтық мәдениет институтының мәдени ағарту жұмыс бөліміне оқуға түсті. Аталған оқу орнында 1979 жылы мәдени ағарту қызметкері, көркем өнерпаздар хор ұжымының жетекшісі мамандығы бойынша бітірген. 1979 жылы Талас аудандық мәдениет үйінде аға методист болып қызметін жалғастырды. 1997-2013 жылға дейін Ақкөл орта мектебінде ән саз пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарды. 2013 жылдан бастап Тараз қаласындағы Нұрғысат Ленизев атындағы облыстық мектеп-интернатында музыка жетекшісі болып қызмет атқаруда. 2013 жылы қазанда Салабеков Көсембекұлы Жамбыл облысы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Ағай, менің сізге бірнеше сұрақтарым бар. Сол сұрақтарға жауап беріп өтсеңіз. Ендеше бірінші сұрақ, қоржыныңызда қанша ән бар? Қоржынымда енді 100-ден аса ән бар. Оның ішінде елдің арасына тараған бір 60 шақтысы болады. Енді болашақта жаңадан жазылып жатқандары бар. Қазір жаңа әншілер айтып жатыр. Солар қосылып, одан да сол көбейетін шығар. Керемет. Енді алға қойған қандай мақсаттарыңыз бар, қандай армандарыңыз бар, соған тоқталып кетсеңіз. Енді мақсат армандар көп. Армансыз адам өлгеннен тең ғой. Өлейін деп жатқан адам болса арман деп бірдеңесін айтады. Сол айтқандай біз тірі жүргеннен кейін арман бар. Болашақта ол үлкен Астанада концерт берсек дейміз, жаңа жақсы әндер шығарса, оны жақсы әншілер орындаса дейміз. Енді мына мақсат жағына келетін болсақ, мақсат енді сол мынау келесі пандемия бітетін болса, Астанаға не Алматыға бір үлкен концерт берсек деп отырмыз. Сол менің қазір мақсатым. Соған жетсек, ол да бір үлкен жеңіс болайын деп отыр. Жақсы, керемет. Арман тілектеріңіз орындала берсін. Келесі сұрағым, қай кезде қолыңызға гитара алып шерткенін ұнатасыз? Енді қай кезде дейтіндей ерекше ештеңе жоқ. Көбінесе кешке таман сол гитараны қолға алып, тыныштықта гитара тартқанды ұнатамын. Көпшіліктің арасында гитара тартқаннан гөрі, ән айтқаннан гөрі, жаңағыдай оңаша отырған кешке ешкім жоқ кезде жаңа әндер шығуға болады, шығаруға болады. Сол кезде ойға әдемі әуендер келеді. Сол кешке таман жақсы ғой. Жақсы, керемет. Келесі сұрақ, халық арасында кең тараған "Рахмет саған туған ел", "Хат жазып тұр" әндеріңіздің шығу тарихын айтып өтсеңіз. Енді оның шығу тарихы да өте үлкен ерекше емес. Жалпы Наша Қашаған деген ақын ағаларында. Бұл екі әннің де сөзін жазған сол ағам. Енді сол кісі маған кітабын сыйлап, алғашқы кітабында "Хат жазып тұр" деген өлеңі болатын. Мен сол өлеңге ән жаздым. Оның келесі екінші шыққан кітабы мен "Рахмет саған туған ел" деген кітабы болатын. Сол кітапта ішінде осы ән болады, өлең жолдары болатын. Сол өлең жолдарына ән жазып. Ал енді бұл өлең жолдарының шығу тарихы Наша ағамыздың өзінің айтуына қарағанда, бұл кісіге Талас ауданының құрметті азаматы деген атақ берген. Сонда сол елге айтқан рахмет екен Талас ауданына. Енді оның мағынасы менің көзқарасымда ол басқаша, бүкіл халықтың басынан өткен тарихы, өзінің туған жеріне, қазақ жеріне айтқан рахмет сияқты түсіндім мен оны. Соған байланысты солай бейімдеп ән жаздым. Ол осыдан қай жыл екенін ұмытып қалдым, бір 7-8 жыл бұрын ба шықты "Рахмет саған туған ел". Сөйтіп Мұзарт тобы осы жерден менен Ғани Мәтебаев деген ағалардың арқылы алып, соны бір айдың ішінде шығарды. Сөйтіп олардың қазір өзі Сәкен Майғазиев ағалардың өзі айтқандай гимніне айналды өздерінің. Солар қазір бүкіл әлемдегі қазақтар біледі ол әнді, жалғыз біз ғана емес. Сол әнге, сол әннің сөзі үшін Наша ағаларына үлкен рахмет айтқым келеді. Өнер адамға туа бітетін, өте сирек кездесетін қасиеттердің бірі, ал ән адам жанының үні. Жастайынан ән жырларға құштар болып өскен азаматтардың бірі Тараздың өнер тарланы Салабеков Әуезхан Көсембекұлы.